коробка автомат, кофе, су, ноутбук. Осы планшетпен жүреміз, қанша уақыт жүрген жазып, мынау GPS, документ, пассажир, палас, холодильник, мынау микроволновка, мына жерде шай, мынау қалған ыдыстардың, қалған тамақтардың ыдысы, микроволновка, микроволновка коробкасы. Так, мына жерде жататын жер, мына жер так типа стол и плюс мынандай несі бар. Осы жерде тамақ ішеміз, тамақ ішем, то есть. И мына астында тефаль, чайник, и мына жерде коробка тоже тамақтар, мына жерде макарон, мына жерде одноразовый ыдыс, розетка, кез келген компьютер, телевизор, ноутбук, бәрін тығып, осы жерге тығып қарауға болады, істетуге болады, жалпы айтқанда. Жалпы осы макарон пісті. Но қазір таңғы асым. Мына жерде каша овсяная, авокадо и нет, короче, но raspberry, черная слива, блин. Мына жерде онлайн интересен код $310 заправить жасадым. Полный талон. Гаражда қазір машинамды тексереді, полностью просто техосмотр. И сосын ары қарай жұмысқа шығамын уже. Мына жерде менің трейлерім гаражда тұр. Менің қазір кезде трак проверка жасап жатыр. Трейлер қосылып отыр. Гараждағы машиналар біздің біреулер демалып жатыр, бір апталық. Біреулер ремонтқа келіп тастаған, кейбір трактор, новый трактор 2019-2020 жылғы. Қазір түнде үлкен қаладан өтіп бара жатырмын, Нэшвилл деген. Алдында трак өтіп бара жатыр. Қалалардың ішімен өткенде ешқандай светофор, ішімен өтпесін, айналып өтесің көп қаланың. Ішімен өтетін болсаң, үлкен трассамен өтесің. Ешқандай светофор, еш нәрсе алдыңнан шықпайды. Определенная скоростьпен өтіп шығасың. Сол алда уақытта сол үйге қарай бара жатырмын қазір. Кентаки штаты. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Сол қазір өзімнің штатыма кіріп келе жатырмын. Флорида штаты. Жалпы көрсеткім келгені осы, жолда ондай алып бара жатқандай қиын емес, жұмыста ондай алып бара жатқандай қиын емес. Кейбір сұрақтар болды, машина сынғанда кім жөндейді деген сияқты. Ондай жөндейтін арнайы сервистарға барамыз, сол жерлерде бәрін жөндеп береді. Бүткіл жөндеген нәрселердің бәрін компания өздері төлейді. Дөңгелек жарылса, егер сен виноват болмасаң, сен төлемейсің, компания төлейді. Сен тек қана мына жерде тек қана машина айдайсың, болды. Сенің грузды алып, аппарат жерге апару сенің міндетің, основной міндет сол. Басқа алып бара жатқандай қиын, мен еш нәрсе көріп тұрған жоқпын. Постоянно отырасың, сол болмаса болды. Сол жалпы ұнап жатса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырсаңыздар болады.
И және де Instagram парақшама кіріп, сол жерден күнделікті история қарасаңыздар болады. Сол жалпы рахмет, көп көңіл бөліп қарағандарыңызға. Сау болыңыздар.